Қазақ тілін қорғау керек та, бұлар басқа мекемелерге, басқа кәсіпкерлерге барып, сендер қазақ тілін таптамаңдар деп шара қолданатын адамдарымыз біздің. Ұйғыр ма, өзбек па ол кісі? Жергілікті полиция қызметінің бастығы, полиция подполковнигі Бағашбаев. Қайырлы күн, Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Кезекші, хабарласыңызшы тағы да. 1024 рет. Қыдырбаев Ерлан, оның міндетін атқарушы уақытша Қыдырбаев демалып жүрген кездегі міндетін атқарушы Юнусов. Біз Ресей Федерациясынан бөлініп кеткенбіз КСРО-дан 30 жыл бұрын. Күнгайлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Бүгін Кентау қаласы полиция басқармасының бөлімінің басқармасына келген болатынмын. Мұнда тіл туралы заңды ары қарай жүзеге асыратындай нақты қадамдар жасап, мемлекеттік мекемелер болсын, мемлекеттік емес мекемелер бәрін қазақ тілге қазақтандыру процесін жүргізейік деп келіп тұрсам, сонда өздерінің есіктерінің кіреберісінен бастап орыс тілінде жазылған, қазақ тілді ақпарат жоқ. Соған куә болайық. Медициналық маска тағып алайық. Нысанның ішіне кірерде. Опа. Тіл туралы заңды күшіне енгіземіз ба, енгізбейміз ба деп тұрсам, басқа ақпарат жоқ қазақша. Қайырлы күн. Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Қазақ тілі. Мына жерде кіруден басқа қазақша жоқ му? Государственное управление, отдел полиции города Кентау. Та-та-та-та-та-та. Яссави. НПМ дей ма? Кезекші. Қыдырбаев па? Шақыршы Қыдырбаевты бастаңды. Кіріп атқан жоқ мен осы жерден. Не бойынша? Тіл туралы заң бойынша. АО дейді, санаторий Арман, ішкі істер министрлігіне. Қазақша сөз тауып алайықшы мында бір сөз. Көріп тұрмыз. Салқындастықшы қосып қойып, орыс тілін мәртебесін асыртып қойып, өздерінің кіретін аржағы, есік жауып жүріңіздер дейді. Орыс тілділер есікті жауып жүретін сияқты, қазақтарға арналған мына ескертпе. Ал ауру болып қалмас үшін ескертпелер, сақтану жолдары орыс тілінде ғана. Қазақтар сақтанбай қырыла беріңдер. Сонымен кезекші. Көріп тұрмыз ғой, кіру дегені ғана қазақшада, ал қалған ақпарат орыс тілінде. Сонал арақ тарып тұрасыз ба? Терезе мына жақта. Мен ішіне кіріп тұрмын ба, арақ тарып тұр дейді сұрайтындай. Өзіңіз таныстырыңызшы кезекші. Мынандай да бола ма не? Тағымдауын үшін. Тағымда. Жоқ, ат жөнімді оқиын да. Ат жөнің қайда? Сәрсенбекұлы Бағныр Қыдырбаев қойып беріпті. Жоқ па ешқандай дата, ештеңе, мерзімі? Мерзімі. Шыққан мерзімі бар соның екінші бері. Қайда шыққан мерзімі? Февраль. Ақпан дейді. Қашанға дейін жарамды? Түсінбедім. Екінші бұйрыққа дейін ба? Енді маған Қыдырбаев шақырып беріңізші. Қыдырбаев мырза ол. Түсінбедім. Жеке демалысына. Жеке демалысында? Бүгін дүйсенбі ғой? Жұмыс несінің бағында отпускте бар. Жазғы демалыста ма? Түсіндім. Қанша уақыт демалады? Білмедім. Білмейсіз ба? Қашан кетті? Қашан кеткенде білмеймін, мен де бүгін келдім. Жаңадан келіп тұрсыз ғой? Түсіндім. Енді басшылықтың орынбасарлары бар шығар мына жерде? Түсінбедім. Азында селекторда болады ол кісі. Қаншаға дейін? Ол әлі шықпаған селектор бірінші. Сіз қаттырақ сөйлейсіз ба, әлде әдейі істеп отырсыз ба, жай сөйлеп? Сағат 9-да кірген. 9-дан қаншаға дейін? Білмеймін қашан шығатынын. Кім өткізіп жатыр енді Қыдырбаевтың орнына жиналысты?
Юнусов Тайыр. Юнусов деген кім? Тахирбек Улугбекұлы. Қазақ па? Ұйғыр ма, өзбек па? Мына бөлім басшысының орынбасары дейді. Не үшін бөліп жазып қойғансыздар оны? Көкпенбек етіп, әдемілеп. Тахир. Тахир ма, Тайыр ма? Ана жерде басқа ешкім көріп тұрған жоқпын. Тайыр деп ма? Тайыр де ма? Шынар Тахир ма сонда? Қаншаны күтеміз енді? Сағат қанша болды? Иә, 9:38 хабарласыңыз. Ана жаққа патруль шақырыңыз, сосын участковый шақырып беріңіз. Патрульге емес, учаскелік инспектор шақырып беріңіз. Юнусов Тайыр бозар ма? Юнусов Тайыр. Ана жергілікті полиция участковыйдан шығарып жібересіз, вообще. Бір-екі сұрақтар бар екен. Болды. Не дейді? Жиналыста қазір бәрі. 10-ға дейін күтеміз ба? 21 минут. Керек жема. Естеріңізде өткенде мен жарықтың бөлімшесіне барған кезде бәрі орысша тұрған болатын, үстемдік етіп, қазақ тілінің мемлекеттік біздің жерде жүріп, орыс тілін үстемдік етіп қойған. Сосын мәдениет және тіл бөлімінің мамандарын шақырып, бәрін қазақтандырдым да, ал мәдениет және тіл бөлімінің мамандары біз шара қолдана алмаймыз, заң бойынша бізде ондай құқық жоқ дейді да. Ол үшін учаскелік инспекторлар, яғни ішкі істер министрлігінің қызметкерлерін шақырасыз деген. Енді мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен жаңағыдай қалада бір ЖПШ деп аталады, жедел профилактикалық іс-шаралар, ОПМ бар ғой, общественный профилактический мероприятие дейді, орысша көбіңіз соны білетін боларсыздар. Сондай бір ұйымдастырайық, қазақ тілін үстем етейін деп ұсыныспен келіп тұрсам, мұнда кіреберістен бастап мені орыс тілімен қарсы алып жатырды. Мына жерде басқа қосымша қазақ тілі жоқ, мен тек қана орыс тіліне жабысып жатыр демеңіз. Мына жерде қасына қазақшасын қойсын да, орысшаны жақсы көрсеңдер, жақсы көріңдер. Қазақ тілін қорғау керек ұйым, полиция басқармасы, полициямыз біздің. Қазақ тілін қорғау керек та, бұлар басқа мекемелерге, басқа кәсіпкерлерге барып, сендер қазақ тілін таптамаңдар деп шара қолданатын адамдарымыз біздің. Аударып береді ғой, өткенде Маликама, Камилама қайсысы айтты ғой тіл бөлімінен. Бізге хабарласса, біз қазақшасын тегін аударып береміз деді. Қазақшаға аударуға өздерінің милары жетпей жатса. Мына жерге полицияның қалай демалатынын көрсетіп қойыпты. Осы демалысты алатындай лайықты болып жұмыс істеп жатыр ма? Қазір қанша қалды? 10-да бітеді деді жиналыстары. 17 минут қалды, қазір байланысқа шығатын боламыз. Сағат қанша болды? 10-нан 20 кетті, иә? 10-нан 20 кетті, жиналыстар 10-да біту керек болған, білмеймін не жиналып, не шешіп жатқандарын. Қазақ тілін бірге таптайық, орыс тілін үстемдетейік деп келісіп жатыр ма бәрі мен әлі осында күтіп тұрмын. Қазір байланысқа шығатын боламын. Келіп жатса, шығып жатса. Кабинетке. Өзіңіз таныстырыңыз, сержант. Полицияға сержанты. Аха, көлік. Маған көрсетсеңіз. Арзенов Элияр Мұхамеджанұлы кезекші көмекші 24 жылға дейін 05-608. Енді сағат қанша болды қазір? 10:30 болыпты. Қазір жиналыс бітті ма сонда? Жиналыс қазір бітті. Аха, Юнусов не дейді? Сізге өзіне кіріп. Телефонсыз. Я телефоныңызды осы жерге. Жоқ, мен бәрін осы жаққа жазып алу керек қой, осында келсін деңіз, иә? Мына жақта құқық бұзушылық, заң бұзушылық бар ғой, дәл осы жерде. Дәл осы жерде заң бұзушылық бар. Сол бойынша жауап беруге келсін деңіз, иә? Осы жерде қай жерде? Түсінбедім. Қай жерде? Дәл осы жерде. Келсін көрсем, иә? Бастық келсін болсын да.
жиналыстары өтіп 1 сағат болып күтіп тұрғаныма. Қазір енді заңның бұзылып жатқан полициямыздың өздері білмейтін сияқты. Тіл жөніндегі 21 бап заң бұзылған. Қазір эфирге шығамыз, тоқтата тұрайық. 10:35 болды, жаңа кезекшісі Такир Жамал Такирбектің ба келгеніне 5 минут болды, білмеймін, 5-ші қабаттан түсуіне қанша уақыт керек екен. 5-ші қабатта отырамын өзі. Юнусов. Бөлім бастығы полковник Қыдырбаев Ерлан Сұлтанұлы демалыста екен. Соның міндетін атқарушы майор Такирбек екен. Кезекші тағы да хабарласып жүріңізші, ұмытып кеткен шығар мүмкін. Біз мына жаққа учаскелік инспекторды шақырып едік, қойсыңыздар ма? Юнус Тайр, мен болды. Хорошо. Ат жөніңізді айтып жіберсеңіз. Не үшін? Ішке кіресің дейді. Камерамен ба? Жоқ, Камерасыз мен кірмеймін деп жаңа кезекшіге айтып жүрдім ғой. Іште ішке қабылдаймын дейді ол кісі. Мен камерасыз кірмеймін деп айтыңыз сізде. Камерасыз кірмеймін. Кіргізсе камерамен кіргізсін, немесе осы жерге түссін өзі. Ат жөніңіз кім айтыла бересіз? Жанбол Рахматулла. Алмады ма? Жоқ, алмады. Юнусов Такирбек Ұлықбекұлы. Мен жаңа ғана сен түскен көмекшіңе адам сияқты айтып жүрдім ғой. Мен кірсем камерамен кіремін. Камерасыз кірмеймін. Немесе өзім осында түс дедім. Қиын жетуі? Не түсініксіз саған? Қазақша айтып отырып қой, Қазақстанда жүрміз ғой. Орысша түсіндірейін ба саған? Мазағың бар ма? Мен сен 50 минут бойы жиналыстан шыққанын күттім. Енді 10 минут бойы мұнда жиналыстан шыққаннан кейін 10 минут бойы саған жеткізе алмай жатыр. Мен камерасыз кірмеймін ол жаққа. Осы жақтағы заң бұзушылықты саған көзіңе нұқтырып көрсету керекпін. Қыдырбаев Ерлан, орныңа кімді қалдырып кеткесін? Өзің сияқты адам ба? Жете бермейтін, сөз ұқпайтын. Қандай заң бұзушылық? Заң бұзушылық бар ма дейді. Міне. Менің осы жердің иесінің заңы мен құқығым тапталып жатыр. Мен міндетті емеспін, мен Ресейде жүрген жоқпын, орысша оқыта. Не мына қазақтар ауырып қала берсін ма? Қауіпсіздік шаралары неге тек қана орысша? Неғып қазақтар қауіпсіздік шараларын білу керек емес? Мынау не? Мемлекеттік мекеме. Кіру деген бір сөзің ғана қазақша, қалған бәрі орысша. Сендер Ресейдің бір автономды мемлекет етіп жүрдіңдер ма бізді? Тәуелсіздік алғанымызға биыл 30 жыл. Мынау не? Маған жаңадан бері көрсетіп жатырмыз. Толықтай орысша. Демалатын жерлер ғой на біздің. Полиция шаршап. Мә орысша. Жаңа фамилиясын айтшы, әйелдің келмей жатқан осы уақытқа дейін. Білмедім ол кісінің фамилиясын. Есімі кім? Гүлмира апай, сағат 9-дан бері мына жақта сізді кісілер күтіп тұр. Қайда жүрсіз? Жұмыс уақытында, жұмыс күні бүгін дүйсенбі. 9-дан бері есік ашылғаннан бері осы жерде сізді күтіп тұр. Не бардық мынау, не масқара? Жұмыс істейтін адам бар ма, жоқ па кезекшіден басқа? Кезекші хабарласыңызшы. Кімге? Такирбек па, Тайыржан ба, кім? Міндетін атқарушы.
Ұялшақ жігіт сияқты камераға түскісі келмейтін, иә? Мына жерде камера тұр да. Сол қызықтап отқан шығар, мен мына жерде айналып, шарлап жүргенімді, күтіп тұрғанымды қызық көріп, ха-ха, түспей бау, не істейсің деп отқан шығар. Кіріп көріп осыдан деп. Алмай жатыр ма? Мен мұнда бағана эфирдің басында түсіндірдім, я? Жіпіш. Қарапайым адамдар ОПМ дегенде көп естиді жүргізушілер. Жіпіш деген жедел профилактикалық іс-шаралар. Өзіміз көрдік, я? Мемлекеттік мекеме болсын, жеке мекеме болсын, орыс тілін үстем етіп, қазақ тілін алып тастаған немесе басып тастаған. Сол бойынша белсенді болып, қоғам белсендісі мен және де шара қолданушы ішкі істер министрлігіне келіп, бірге жіпіш ұйымдастырайық деп келген болатынмын. Мұнда келе салысымен мынаған ұрындым. Мына кіреберістері. Келе салысымен осыған ұрындым. Міне жаңа бәрін көрсетіп шықтым. Қайталап көрсете берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірге іс-шара жасайық, қазақ тілін көтерейік деп келіп тұрған адамдарым мұнда. Камерадан көріп, түспей отыр. Қызық көріп отыр, қызықтап отыр. Жаңыл не істей алады екен деп. Көрсетем ғой мен сендерге істей алатын нәрсемді. Қатты қызық па? Іштерің пісіп жатыр ма? Ойнағыларың келе ма? Білмейтін кісілерге айтайын, қандай заң бұзушылық болып отыр дейді ғой. 1997 жылдың шілдесінде нөмір 151 заң бар, қабылданған қазақ тілі жөніндегі заң. Соның 21 бабында деректемелер, яғни мынандай үнпарақтар мен жарнамалық ақпараттар қазақ тілінде болу керек. Орыс тіл одан кейін қосымша болып жүру керек. Біз тәуелсіздік алдық. Путинге жалтақтап отырмасаңдар болады. Қыдырбаев Ерлан, оның міндетін атқарушы уақытша Қыдырбаев демалып жүрген кездегі міндетін атқарушы Юнусов, біз Ресей Федерациясынан бөлініп кеткенбіз КСРО-дан 30 жыл бұрын. Жалтақтап оларға деп шошып жүрудің қажеті жоқ. Шошисыңдар ма, істемеңдер істеріңді. Кім дедің жаңағы әйелдің атын? Кісі күтіп тұрған? Гүлмира дедің ба? Қайсыны айдауыз? Жаңа 9-дан бері жоқ. Кісі күтіп тұрған? Иә. Ол кісі Мадина апай қазір. Мадина апай ма? Мадина апай, мына жақта адамдар сіз күтіп тұр ғой, келсеңіз жұмысқа. Ұйықтап қалдыңыз ба? Оянатындар. Уақыт болды ғой, 11 болып жатыр сағат. Не масқарана, базар қылып жүрсіз ба? Екі рет алмады. Тағы хабарласайық. Майор, Юнусов емессіз ба? Жоқ. Іште жиналысты ғой. Жиналыстарын қашан бітті? Көрдіңіз ба, стандартты жауап. Басшысын жабу керек та, жиналыста қой дейді. Жиналыс қанша уақыт бұрын бітіп кеткен да? Жиналыста қой. Әкімдікке жиналысқа кет. Әйтеуір жабу керек та бір-бірінің артын. Автомат түрде өтір ғайт жереді да. Қызықты Қыдырбаев неге өзінің міндетін атқарушы етіп майорды қойған? Подполковниктер жетіп тұр мұнда. Шен үлкендер. Қыдырбаев Ерлан, күшті қызметкер қойып кетіпсің орныңа. Өзің де сондайсың ба? Көреміз сен келгеннен кейін де міндет түрде келіп
Қарамасам өзіңнің де жұмысыңда. Тұрғынбаев Ерлан. Қыдырбаевтың аттасы. Сен де бұрын осындай болып бедің, әлде жауаптырақ болып бедің? Осындай болған шығарсың, қызметкерлерің басшысына ұқсайды ғой. Балық басынан үш рет жейді ғой, саған ұқсағандықтан осындай ма әлде? Игере алмай отырсың ба? Көрейікші қандай іс-шара қолданатыныңды. Үндемей, көрмегендей, білмегендей қоясың, демек өзің де осындай болғасын, өзіңе ұқсаған. Кезекші, хабарласыңшы тағы да. 1024 рет. Маған учаскелік инспектор керек деген түсіндіңіз ба, кезекші? Учаскелік инспектор керек, басшы керек. Түсінбедім. Кім? Болды. 1 сағат 10 минут учаскелік инспектор күттірмін. Басшысы жиналыста деді. 40 минут оны күттім. Шыққаннан бері 20 минут өтті. Әлі ол жоқ. Мына кісі 1 сағат 52 минуттан кейін енді кіріп бара жатыр жаңағы Мадина апайына ма? Мадина ма? Малика ма? Ар жақтағы естіген сияқты. Тексеру үшін толық па толық емес па соны. Жаңа кім келеді дедіңіз сіз? Учаскелік инспектор ма, Тахирбек па? Айттыңыз ба? Полиция басқармасында тұрып, 1 сағат 12 минут учаскелік инспекторды күтіп тұрмын. Жергілікті полиция қызметінің бастығы, полиция подполковник Бағашбаев. Че там? Не сөйлесеңіз бен? Че там? Келеміз ма? Жиналыстан Юнусов керек. Юнусовқа ресми қабылдауда, қазір жиналыс енді шықтық қой. Қазір әкімшілік кетіп отыр. Не мәселе? Әкімшілікке кетіп қалды ма Юнусов сонда? Мен кетіп бара. Түсінді. Ма Юнусов керек. Мынаны көрдіңіз ба? Тіл туралы заңның 21-ші бабын таптап тұр полиция басқармасы. Осы бойынша қазір айыппұл салғызу керек. Так, қазір бұл кісі емес екен жауапты. Уалейкум ассалам. Жауапты адамды көрейік. Келді ма, келмеді ма? Қайырлы күн. Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, бейне және аудио жазылып жүруде. Кенттік қалалық полиция бөлімінің бастығының кадр саясат еңбек орынбасары полиция подполковник Тұрғанбаев Мұхаммед Анатольевич. Қызметтік куәлігім 2022-ге дейін 01-999 Тұрғанбаев. Жақсы. Подполковник, біз қазір полиция басқармасындамыз, Кентау? Өтіп кетсін. Мына жерде қазақша сөз тауып бересіз ба маған? Бұл мына сіз айтып отқан мынау ашық программасы бойынша Атамекен кәсіпкерлер палатасынан бізге берілген осылай. Аха. Соған байланысты жеке құрамның амандығы үшін біз ашық осыны шығарып әкелген екен. Ашық программасымен ана жерге әкеп қойдық біз. Түсіндік. Қазақшасын берді ма сіздерге? Жабыстырған жоқсыздар ма? Осы ғана берді. Осы мына мен мына түрін берді, мына болды мына. Екі түрі міне болды. Мынау қазақшасы перевод мына Жоқ, оны мына жағынан не орысша етіп үлкен етіп қойғанда, ал қазақ тілі жоқ та. Атамекен палатасынан шығарылып алып келді бізге. Атамекен қазақша нұсқасын бермеген ғой сонда? Жоқ, қазақшасын берілген жоқ. Дәл осы Құлбаев па Атамекеннің төрағасы? Иә. Мына кәсіпкерлер. Тимур Құлбаев. Білем да сенің орыс тілді екен, бірақ қызметкерлерің де өзің де орыс тілділерді алғасың ма? Неге қазақша ақпарат бермейсіңдер сендер? Мынау не дейді? Как защитить себя от заражения COVID-19 дейді. Қазақша нұсқасы қайда мынаның? Ауыстырамыз қазір бәрін қазақшаға ауыстырамыз. Жоқ, наған 20 қазақшада қоямыз қазір. Қазақшасы қойылған алып тастаған ғой болды. Кім алып тастаған? Сыпырғанда енді клеймен. Мынау ше? Қазір тұра тұрыңыз. Бір, иә. Неге орыс тілі үстемірек, неге орыс тілі жиірек көзіме түседі? Қазақ тілден Қазақстанда емеспіз бе? Санатория бойынша Бұл жаңа полиция демалатын орын ғой. Санатория арман бойынша алғанбыз, үйсіп шығарып қойдық. Жақсы. Сіздерде штатта қанша пайыз адам қазақ? Штат. Бар ғой қазақ. Бәрі қазақ па? Юнусов, Тахирбек, Ұлықбекұлы дегенше? Ішінде бар. Бәрі емес, иә? Ұйғыр ма, өзбек па ол кісі? Мен жалпы қарсылығым жоқ ұлтына, қызығушылық. Өзбек па? Бастық, демалыста бастықтың міндетін атқарушы жаңағы кісі екен. Енді жаңағы Тахирбек
Білмеймін ғой, камерадан ұяласың ба, көз тиіп кетеді деп ойлайсың ба? Мынаның бәрін қазақшаға аударып қойыңдар. Сағат қанша болды? Сағат айтып жіберіңізші сағат, подполковник. Сағат қазір 11-ден 7 кетті. 11-ден 7 кетті, иә? Мен сағат 15:00-де келем да. Мына жерден менің жерімде, қазақтың жеріндегі орыстың үстемділігін байқамайтын болатындай болайын да. Келістік па, подполковник? Келістік па? Жақсы. Енді кез келген жерде қазақ тілін байқамаған болсаңыздар, қазақ тілін естіп тастаған болса, орыс тілі шара қолдануға учаскелік инспектор шақырамыз ба, патрульді ма? Толтыратын кім протокол? Учаскелік полиция инспектор 102-ге хабарласасыз да, учаскелік полиция инспекторын шақырасыз. 1997 жылғы номер 151 заң бар. Қазақ тілдер туралы заңы, номер 151 заң. Соның 21 бабында дерек неме дейді, мынандай ақпарат, үнпарақтар және ақпараттың тілі. Соны бұзу бойынша бапты толтыртқызыңыздар. Белсенділік танытайық, өз жеріміздеміз. 30 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Өз жерімізде біреуді үстем етіп қоймау керекпіз. Байланысқа шығамыз. Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Біз бағана ертеректе мына Кентау қаласының полиция бөлімінде қазақ тілін тапталып жатқан көрдік. Ресей тілінің үстемдік болып жатқан, сол мәселені дұрыстаңдар деп уақыт берген болатынмын. Сол қазір ретке келді ма, келмеді ма, бірге бақылайық. Бетперде тағып аламыз медициналық нысанға кірерде. Опа. Таңертең орыс тілі ғана тұрған болатын, қазір мына қазақшаны да қосыпты. Мен негізі мына ашық деген пәлеге қазақтың, жалпы халықтың құқығын, еркіндігін шектейтін қосымшаға қарсымын, бірақ амал қанша болып тұр. Қазақ тілі толықтай қосылыпты, тек қана орыс тілі емес. Мына жердегі Ресей тілі алынып тастапты. Мынаусы со күйі қалыпты, мен өзгертсін деп ана Назарбаевтың күйеу баласының ұйымына атамекенге жеткізіңдер деген Тұрғанбаев Мұхаммед-Али деген кісіге дені дұрыс сол кісі болып шықты. Полиция майоры Юнусов Тахирбектің орнына. Тахирбекті біз көрдіге қанша уақыт бойы күтіп тұрдық, шыққан жоқ. Оның орнына мен күтпеген адам Тұрғанбаев Мұхаммед-Али шығып ретке келтірген сияқты. Мына жақты түсір жүрек. Қазақша тұр, Ресей тіл жоқ. Мына жерде де үлкен жарнама дерек неме тұрған болатын. Қазақтардың құқығын таптап тұрған, орысша жазып қойған, оны да жоқ етті. Жалпы қазақтандырып өттік. Егерде Кентау қаласында полицияның жемқорлығын, парақорлығын байқап жатсаңыздар, өзіндік қауіпсіздік бөлімі бар, басқармасы, соған хабарлассаңыздар болады. Мына жерде 72-533 краска ағып кетті үстіне. Оңайлы. Көрдік, қазақ тілі қайтадан үстемдік орнатып, бірінші сатыға, бірінші дәрежелетіп, жоғарыға, бірінші қатарға қайттан тұрғанын. Біз өз жеріміздеміз, өз еліміздеміз. Бұны біздің ата-бабаларымыз қорғап келген әртүрлі жауыздардан, жерімізге, елімізге көзін салып отырған адамдардан. Сол істі біз жалғастыру керекпіз. Тілімізден, жерімізден айырылып қалмау керекпіз. Ол болмаса ұлт болмайды. Соны білейік. Ешқашанда дүкенде болсын, жеке меншік қандай корпорация болсын, Қазақстанның төңірегін, Қазақстанның ішінде жұмыс істеп тұрған ешбіріне қазақ тілін таптатқызбаңыздар. Егер сол жақтың қызметшісі болсаңыздар, немесе сол жақтан қызмет алып жатқан тұтынушы болсаңыз да, көрдіңіз ба, ескертіңіз, мынаны дұрыстаңыздар деңіз. Дұрыстамайтын болса, мәдениет және тіл бөлімі бар, әкімдікке қарасты, соларға хабарласыңыз. Олар да нәтиже шығармай жатса, тікелей маған хабарлассаңыздар болады. Мен барып сол
заңсыздықты орнынан алып тастап бәрін дұрыс етуге тырысамын бұйыртса. Жанбол Шекербекұлы Рахматулла байланыста болған. Өзіміздің тілді қорғайық, жерді қорғайық, ұлтты қорғайық, қазақ болайық, құқықтарымызды таптатпайық. Байланыста боламыз.